Камшат, сіз мына сусынға қалайсыз? Аздап алып отырсақ болады ма екеуміз? Екеуміздің бүгінгі демалысымыз үшін, тереңірек таныстығымыз үшін, деді әсем құтыдан қызыл түсті шарапты қылдырықтай рюмкаға сыздықтата құйды Талғат. Жалпы менің әуестігім жоқ, бірақ кейде туған күн кештерінде аздап ерін тигізетінім бар, деді Кәмшат, мүлде ішпеймін десем сенбейтін шығар деп. Айттым ғой, мен сізді дұрыс таныдым деп. Жалпы әйелдердің мұндайға әуестігін өзім де қаламаймын. Бірақ қазір өркениет құлашын кейін жайған уақытта аздап ерін тигізгеннің айыбы болмас деп ойлаймын. Мен де әуес емеспін. Сөз үшін жасап отырмын осыларды. Рас, олай болса екеуміз де аздап қана ерінге тигізіп бе, жоқ тәбетпен бе алып қояйық, деп Талғат рюмкасын жоғары көтеріп. Сіздің талғамыңыз жоғары екен. Дастархан мәзіріне тапсырыс бергеніңізден байқап отырмын. Көп рахмет. Тағамдар өте дәмді. Бұл жерге мендей әйел затымен жиі келесіз бе? Деп сұрақ қойды Кәмшат содан соң бірден. Неге? Солай ойлайсыз? Менің достарым көп, солармен келемін. Қызметтестер бар, олармен де келетін жағдай болады. Қысқасы, кездесулер болса, осында келгенді өзім ұнатамын, деді Талғат. Бұдан әрі Талғат бала күнгі бір қылықтарын еске түсірді. Кәмшат та сол тақырыпта өзі туралы айтты. Сөйтіп отырғанда кеш қоюланғаны байқалды. Далада бағанағы жаңбыр ба нөсерім дерісін. Биік шатырдан терезе бойына тамшылаған жаңбыр шелектеп құйылып жатқандай. Найзағай жарқ-жұрқ етіп ойнағанда тура төбелеріне түскендей болады. Кәмшаттың зәре-құты қалмады. Талғат Кәмшаттан қазір келемін деп шығуға рұқсат сұрады. Кәмшат та осы сәтті пайдаланып, айнаға қарап, өзінің винодан бал-бұл жанған түрін көрді. Енді күн кешкіріп қалды. Санаторияға қайтуға керек. Мына нөсер қашан басылар екен түге деп ойлады. Сол кезде Талғат Кәмшаттың сырт жағынан келіп, иығына қолын сала. Кәмшат, тоңазып қалғандайсыз ғой. Мына жерде бір оңаша бөлме бар. Жылы, салқындап қалсан душы, ваннасы бар дегендей. Бәрі әзір. Егер сіз қарсы болмасаңыз, шамалы сонда оңаша ғой, диванда отырайық. Сізге санаторийге сағат 23-ке дейін барсаңыз да болады, емес пе? Қатты нөсер басылсын. Теледидар көрейік, тынығайық, қалай қарайсыз, деді. Жарайды, деп келісті Кәмшат. Өйткені мына жігіттің көзге байқалмайтын сиқыры бар ма? Қол иығына тигенде бойынан әлдене күш кетіп, құшақтаса тура құшағына құлай кеткендей сезім пайда болды. Кәмшаттың бұл сезімін Талғат байқады ма? Жоқ, өзінде де сондай сезім туды ма? Кәмшатты отырған орындығынан дереу көтеріп алған күйі жапсардағы көзден таса жабық тұрған бөлмеге әкелді. Қымбат бағалы төсек жапқыштың үстіне Кәмшатты отырғызды ма, жатқызды ма, өзі де аңғармай қалды. Екеуі шешінер-шешінбестен аймаласа кетті. Бұдан кейінгі оқиға екі жақтан да саналы түрде іске асып жүре берген. Көптен бері
Осындай ыстық ықыластағы сезімге берілмеген Кәмшат төсек ләззатына құмарланып, барынша ықыласты болды. Жігіттің тамағынан, ернінен жеткен ып-ыстық лебі шарпып, буыннан да артық. Әрі өзін мас қылып Талғатты өзі де жібермей құшып сүйе берді. Жас келіншектің өзіне магниттей тартылысы Талғаттың құмарлық нәпсісін қоздыра түсіп, бауырындағы Кәмшатты көпке дейін босатпады. Екеуі де бейне өзге бір әлемде жүргендей сезініп, бір-біріне барымен ашылды. Жігіт те мүлде ес қалмағандай еді. Мен өз іздегенімді таптым, жаным менің. Мен сені ешкімге де енді бермеймін. Сен енді тек мендік қана боласың, дей берді арасында ындыға күбірлеп Талғат. Мен де сені ешкімге бермеймін, деп жауап қатты Кәмшат. Бір-біріне қабысқан екі тән ұзаққа дейін ажырамады. Ажыраса да қайта-қайта бір-бірімен қауыша берді. Сол күні уақыттың қанша болғанымен екеуі есептеспеді. Таң саз бергенде Алатауда нөсер де басылды. Бұлар да құшақтасқан күйі қалың ұйқыға кетті. Кәмшат еркінмен бірге тұрған уақытын тізбелеп көз алдына бәрін елестетіп өтті. Ерлі-зайыптық қатынаста анығында төсекте еркінмен үйлесімділік болмапты. Төсек бақытын тек Талғатпен сезінді. Оны енді бір сәтке көрмесе сағынатын күй кешті. Аз ғана күнде, мүлде аз уақытта өзгеше бақытты сезінді. Өзінің ісіне, қылығына еш өкініш білдірмеді. Көктем санаторийіндегі 10 күндік мерзім аяқталды. Қосымша ақша төлеп, Кәмшат тағы да 2 күнін ұзартты. Талғат екеуі Кәмшаттың санаторийдегі жеке бөлмесінде әлденеше рет кездесті. Талғат бір күні өз пәтеріне шақырды. 2 бөлмелі пәтер мұнтаздай таза. Барлық зат орындарында, қойылған жиһаздар да шетелдік дүниелер. Ас үйде жүрген мосқалдау әйел дастархан жайып дайындаушы болу керек. Талғат пен Кәмшат келген соң шығып кетті. Кәмшат бұл кім деп сұрамады. Пәтер Алматының ең көрікті жаңа ауданында орналасқан екен. Терезе жаққа қарап тұрып, крутой тұрады, крутой жүреді. Кім болып жұмыс істейтінін сұрасам, ренжітіп алам ба екен? Бастағы келісім бойынша еш нәрсе сұрамаймын, деп үнсіз қалды. Талғатқа Кәмшат жағынан ештеңе білгісі келмеген жайда жүрді. Екеуі қайда болса жаңа ғана қосылған жұптай тек төсектегі жан рахаттарын берілумен болды. Кәмшат санаторийдегі мерзімі аяқталды. Демалыстың соңғы күні киім-кешектерін сөмкеге салып, жинақталып жатқанда бөлменің есігі қағылды. Әдетте Талғат осылай келетін. Қуанып, есікке жетіп барып ашып қалды. Есік сыртында көзінде көзілдірігі бар, басына ақ шляпа киген аппақ юбка костюмді салиқалы, сымбатты сұлу әйел тұрды. Ол есік ашқан Кәмшатқа аса ізетпен: «Кіруге бола ма?» деп рұқсат сұрады. Осы әйелді қайдан көрдім? Кәмшат ойлап үлгерген жоқ. Ішке кірген сымбатты әйел: «Мен Талғаттың анасы едім. Есімім Гүлсара Мәжитовна», деп қолын берді Кәмшатқа. Кәмшат күтпеген бұл кездесуге
қобалжып қалды. Сөйтсе де білдірместен орындық ұсынып, «Отырыңыз, Гүлсара Мәжитовна», деді кеңседегі қызметтестерге ұқсап Кәмшат та. Сөйтті де кербет үстіндегі қобдырап сөмкеге салғалы жатқан киімдерін әрірек ысырды. «Неғып келді екен маған бұл кісі?» деп те ойлап үлгерді. «Сен мені кешір, Кәмшат, бұл келісіме. Мен Талғат, екеуінің араларындағы жағдаймен хабардармын. Ұлым маған сен келген уақыттан бергі кездесулерінің бәрін айтқан. Анау күні үйге келдің ғой, асхана қызметшісі болып көріндім де сендер оңаша отырсын деп шығып кеттім. Талғат сол жолы сені маған сырттай таныстырғысы келген еді. Сенің күйеуің бар болар, иә? Балаларың да бар шығар. Солай ғой, шамасы. Талғаттан жасында үлкендеу ме? Топшыладым. Ол еш нәрсе емес». «Иә, біз Талғат екеуміз жас сұраспадық. Тіпті еш нәрсе артық бірімізден сұрамауға алдында келіскенбіз де. Иә, рас, мен Талғаттан үлкенмін. Биыл 36-ға шығамын. Менің күйеуім және бір ұл, бір қызым бар. Мен сені, Кәмшат, талқыға салуға келмедім. Қазір уақыт солай ма? Өмір басқаша. Екеулерінің араларына түскім келмейді. Бірақ сен бір шындықты білсін деп келіп отырмын. Одан әрі өзінің білесін. Рас, ұлын бар, қызын бар, отбасылы әйел екенсің. Болған іс болыпты, енді ақыл айта алмаймын. Менің баламды аз күннің ойыншығы етпей, егер шын жақсы көрсең, менің айтайын деп отырған шындығым саған әсер етпеуі мүмкін. Егер шын жақсы көрмесең, менің ұлыма да саған қиын болады. Менің жалғыз ұлым, көзімнің қарашығы, бар тірегім, үмітім Талғат, саған өлердей ғашық. Өзін байқаған шығарсың оны. Енді оның бетін қайтаруға болмайтын жағдай бар. Ол нервологиялық диспансерде бала жастан есепте тұрады. Эпилепсиямен ауырады. Мұндай ауруы бар адамдар ауру ұстап қалғанда кісі шошытады. Соны білуін керек. Ал басқа уақытта көрдің ғой, есі бүтін, ойлау қабілеті жоғары. Біреуден артық болмаса кем емес. Жоғары білімді, университетті қызыл дипломмен бітірген, қызметіне де аса жауапты. Жай кезде көзге мұның бәрі байқалмайды. Оның бұл ауруы оның қызмет етуіне, өзге адамдардай біреуді сүюіне кедергі де жасамайды. Талғаттың жүрегі таза, сезімі мөлдір. Білдің бе, Кәмшат, сен қандай отбасың? Ол қазір сенен бір минутта айырылғысы жоқ. Маған, мама, мен сол Кәмшатқа үйленемін, біз балалы боламыз, сен немере сүйесің деп қояды. Ал менің білгім келгені отбасың бар әйелім екенсің. Енді не істемек ойын бар? Соны әдейі өзінен білгім келіп отыр.